Жақсы, жарайсыздар. Ал, сабағымызды бастамас бұрын, кел, имамик топ башымыз, сынып башымыз келе қойшы ортаға. Біздің оқушыларымыз жігерлендіріп, рухтандырып жіберші кәне. Алла! 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 Жақсы, жарайсыздар, отыра қойды. Оқушылар, үйден сабақты бастамас бұрын, сіздерге сақ қойдың келіп тұр. Бар осыған қарайсыз. Менің қолымда бұл не? Алма. Алма. Дұрыс айтасыздар. Балалар, осы алманы жан-жақты сипаттайықшы. Сипаттайтын сұрақтар қояйық. Сұрақтар. Жақсы. Исмет қоя ғой. Алма толтың қауғақ, дәмі тәтті. Жоқ, сұрақтар қояйық. Сұрақтар. Дәмі қандай мысалы? Дәмі қандай тәтті. Я, келесі. Алма не? Бұл сөз табының зәтесін. Зәтесін, я, жақсы. Тағы да сұрақ қояйық. Сипаттайтын сұрақтар қояйық. Алманың түсі қандай? Түсі қызыл. Жақсы, жарайсың. Пішіні. Айта қойын. Пішіні қандай? Домалақ. Домалақ. Жақсы. Енше балалар, жаңа айтып жатсыздар сіздер. Пішіні домалақ, түсі қызыл, дәмі тәтті. Деген. Енді балалар, осы қандай, қай деген сұрақтар, қай сөз табының сұрақтары? Аңдайып. Сын есімнің сұрақтары. Сын есімнің сұрақтары. Өте жақсы, керемет. Балалар, жақсы. Міне, енше біздің сабағымыздың тақырыбы да осы сын есім туралы болмақ. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын сіздерге бағалауымды айтып кетейін. Қазір неше түрлі тапсырмалар орындайтын боламыз. Сол тапсырмаға жақсы жауап берген балаларға осындай алмадан беретін боламыз. Енді балалар, қазір мен сіздерге топтық жұмыс алып келдім. Топтық жұмыс 3 топқа 3 түрлі. Ең бірінші топқа сіздерге заты берілген белгілер бойынша атын табасыздар. Бірігіп, топ болып барлығын жұмыс жасаймыз. Ал кеттік. Ал екінші топ сіздерге қазір балалар жақындап санаулы күндерден кейін қандай мезгіл жақындап келе жатыр? Көктем. Өте дұрыс айтасыздар. Осы көктем мезгіліне байланысты сіздер қазір суреттер құрастыратын боласыздар. Барлығымыз топпен бірігіп жұмыс жасаймыз. Ал үшінші топ сіздерге мен үйрі жұмбақ қоямын. Іші қызыл, тәтті, сырты қатты, жап-жасыл. Ол не? Қарбыз. Дәл осы қарбызға ассоциация жасайсыздар. Барлықтарымыз топ болып бірігіп, кәне кеттік. Жұмыстанамыз. Жарайсыздар, бірінші топ дайын екен. Я. Жақсы, бірінші топ бізде бірінші болды. Екінші топта жарайсыздар.
Сымбат. Сөздер келтіріп жатсың, иә? Жақсы. Тағы бір сөйлем ойластырайықшы. Сын есімге байланысты сөйлем ойластырайықшы. Так. Ал қайда? Наргиза. Біздің сынып өте әдемі. Айтып кетті ғой, мына өте әдемі деген. Тағы басқа жоқ па не? Ал, Исмет, айта ғой. Біздің еліміз қандай мықты. Жақсы, мықты. Біздің еліміз мықты. Өте тамаша. Жақсы балалар. Енді сын есімді әуелгі сыныптан бері бізге таныш тақырып, иә? Осы сабағымызда сын есім туралы білгенімізді одан әрі дамыта түсетін боламыз, тереңдете түсетін боламыз, иә? Жақсы. Ендеше топтық жұмыстарымызды қане топтан адамдар шыға қойсын, шыға қойып. Бізге берілген тапсырма затты берілген белгілері бойынша табу. Біріншісі сопақ қызыл ащы, ол бұрыш. Сопақ қызыл ащы сөз табынан сын есім. Жыртқыш қу түлкі. Жыртқыш қу сөз табынан сын есім болады. Ашық жылы суық күн. Ашық жылы суық күн сөз табынан сын есім. Сұр қорқақ қояр, сұр қорқақ ол сөз табынан сын есім болады. Жарайсыңдар. Өте тамаша. Қалай орындап тапсырманы? Өте жақсы. Жарайсыңдар. Жақсы. Тапсырмаларыңызды деп қояйық. Кәмпит. Отыра қойыңыздар. Рахмет. Бала, жарайсыңдар. Керемет. Ал екінші тобымыз дайын ба екен? Шыға қояйықшы екінші тобымыз. Екінші тобымыз. Жақсы. Стап. Жақсы. Бізге берілген тапсырма көктем мезгілін бейнелеу. Біз тобымыздың бірлігін, татулығын көрсетіп, осындай әдемі суретті бейнеледік. Құрастырдық, иә? Құрастырдық. Көктем мезгілінде ең бірінші шығатын ол бәйшешек. Бәйшешектің түсі ақ түсті. Қала беріп, ағаштардан бөлшек атады. Жылғалардан су ағады. Жылы жақтан құстар ұшып келеді. Күн жылы. Бұл жердегі сын есім ақ, жылы. Тағы. Жасыл, айналып жүрекке бөленген, иә? Жақсы. Жарайсыңдар. Өте тамаша балалар. Қалай орындады тапсырманы? Жарайсыңдар. Келісеміз. Жақсы. Отыра қойыңдар. Ал үшінші топ. Үшінші топ. Келе қойыңдар. Бізге жұмбақ берілді. Оның жауабы қарбыз болып шықты. Біз қарбызды сипаттадық. Қарбыздың дәмі өте дәмді. Іші қызыл, түсі жасыл, сырты қатты, пішіні домалақ. Жарайсыңдар. Жақсы. Өте тамаша жарайсыңдар. Балалар, жақсы жауап берген отыра қойыңыздар, иә? Жақсы жауап берген балаларға мен жаңа алма беремін дедім ғой, иә? Ала қойыңыздар. Так, сіздерге берілген жоқ, иә? Келесі сіздің топқа, қосшы. Жақсы. Ал енді балалар, жақсы. Қазір балалар, мен сіздерге сергіту сәтін. Қазір біз сергіту сәтін жасаймыз, иә? Қане, малымызды орнына қойып. Бұл сергіту сәті де осы тақырыпқа, сын есімге байланысты болмақ. Бұл сергіту сәтінің аты менің көршім қандай? Сіз, яғни, жанр, мысалы, сіздің көршіңіз кім? Рамазан. Менің көршім Рамазан. Өте ақылды. Деген сияқты өзіңіздің Рамазан қандай? Сондай бір сөзбен ғана сипаттап кетесіз. Менің көршім Рамазан. Рамазан ол өте тәртіпті бала. Жақсы. Келесі Амина. Рамазан. Амина. Амина жақсы оқиды. Жақсы. Амина жақсы. Оқушы жақсы. Келесі Амина айтады. Салауат ол жақсы бала. Жарайды. Жақсы. Келесі Амина. Салауат айтады және. Менің көршім досым. Досым. Ол өте ақылды. Жарайды. Ақылды. Жата. Ол сүйкімді. Жарайды. Менің көршім Алиша. Ол тәртіпті. Жақсы. Менің көршім Амир. Ол
сізден басқа да сөздерді айтайын. Менің көршім бейбіт, ол өте тәртіпті. Жарайды. Менің көршім Айым, ол өте жақсы оқушы. Жақсы. Менің көршім Санжар, ол өте мейірімді. Менің көршім Иманбек, ол тәртіпті бала. Менің көршім Әлбер, ол жақсы бала. Менің көршім Исмет, ол мейірімді бала. Менің көршім Әділет, ол жақсы бала. Менің көршім Әділ, ол өте тәртіпті бала. Менің көршім Айшат, ол өте ақылды. Менің көршім Менің көршім Ақылбек, ол жақсы бала. Менің досым Диас, ол мейірімді. Менің көршім Рахманге, ол сабағымды еске оқиды. Менің көршім Саяси, ол ақылды бала. Менің көршім Наргиза, ол тәртіпті қыз. Жақсы, жарайсыздар. Өте тамаша, отыра қойыңыздар. Ал, енді балалар, біз осы сын есім туралы алған білімімізді қорыта келе, қазір бір тапсырма орындаймыз. Ол тапсырманы біз Ликес әдісі арқылы қолданатын боламыз. Балалар, әрбір оқушының алдында осындай шрифт-посттар берілген, иә? Бар ма алдыңызда бағыңызда? Бар. Қарап қойыңыз. Жақсы балалар. Енді қазір балалар, беріңіз қараймыз, бағыңыз маған қараймыз. Балалар, сізге осындай тест сұрақтары арқылы сұрақ берген. Заттың дәнін білдіретін тап дейді. Егер сізде А жауабы дұрыс болатын болса, сіз мына жерде сіздерге берілген ғой әріптер, иә? А жауабын көрсетесіз. Мен сол өзімнің ұялы телефонымде түсіріп жіберемін. Барлығыңыз маған әдемі қойыңыз. Қайсы А жауабы дұрыс болатын болса, аны көрсетесіз. Егер Б жауабы дұрыс болатын болса, Б жауабын маған көрсете қоясыздар. Расымен? Ал кеттік. Егер сіздің жауабыңыз дұрыс болатын болса, мына жерде сіздің аты жөндеріңіз жазылған. Егер сіздің жауабыңыз дұрыс болатын болса, бұл жауап көкке боялды. Ал егер де сіздің аты жөніңіз дұрыс болмаса, яғни берген жауабыңыз дұрыс болмаса, сіздің аты жөніңіз қызыл түске боялады. Жақсы ма? Ал кет, маған әдемі нақты түсіру үшін жақсы, балалар, жарайсыздар. Қолдарыңыздағы жақсы балалар. Сабаққа өте жақсы, белсенді түрде қатыстырдыңыз.